Сәлем достар, сіздермен бірге мен Арай, және бүгінгі видеода мен үстіме мән бермей қойыңдар. Жарайды, мән бере беріңдер. Короче, бүгінгі видеоның атынан көріп тұрғандарындай, бүгін бізде видеомыз 24 сағат мен мүлдем, яғни мен таңға дейін мүлдем ұйықтамаймын. Сондай видео болатын. Ол видеоны мен ойлана келерін дегенде шешім қабылдадым. Себебі ертең менде сабақ понедельник, бірақ мен сонда да видео түсіре берем. Осы таңға дейін мүлдем ұйықтамаймын. Дәл солай шешім қабылдадым, және таңға дейін не істейтінін барлығын сіздерге көрсететін боламын. Ал ендеше біз бастаймыз. Короче, достар, кончу басылайын. Не осылай мен жаңа ғана ваннаға түстім, и потом осы жерлерді жинадым, и киімдер жудым. Короче, осылай уақытымның көбісі өтіп кетті. Енді мен қазір таңға дейін әлі уақыт өте көп, сол себепті мен қазір сабақ дайындаймын, тағы да бір нәрселер жеймін, енді ұйықтамауға тырысамын. Қазір мен сағатты көрейін. Сағат уже 1:20 минут кетті. Әлі өте көп уақыт бар. Мен таңғы 5 немесе 6-ға дейін жүру мүмкін. Осылай. Бізге қажет сабақтар: алгебра, физика, ағылшын и короче, менің осындай тағамдарыма азыр жасап кетейін. Кофе, короче. Но осындай просто су. Алның ішінде бір ал бұны мен просто әдемілік үшін қойып қойдым. Қараңдар, сондай әдемі тыс. Өте красиво. И бұның жағында тағы бір нәрсе бар. Бұл сырный соус. Қазасы чикенді нағым басып жеуге. Ал бұл мохито, ішінде трубчикасы бар, короче. Жерде бар тұр. Все. И нау қант. Шайға салуға науғаның қант. Осындай. Ал нау пицца. Екеу пицца и нау чикен, короче. Все. Мен сабақ дайындамастан бұрын осыларды жеп отырып, кино көрем или мультфильм, сол екеуін біреуін көрем қазір. Короче, достар, қараңыздар, мен өзіме кішігірім синема жасап қойдым, кинотеатр. Осылай жататын жерім, мен жатам, бірақ та ұйықтамаймын, мүлдем ұйықтамаймын. Осылай келгенде қараңыздар, мен жаңағы көрсеткен тамақ тағамдар, и потом осындай телефон. Одан мен қазір мультфильм көрем, әртүрлі мультфильмдер. И осылай бокстың қолбағына былай тіреп қоям, короче, перчаткаға. Это күшті лайфхак. Короче, мен осындай күшті әдемі жер жасап қойдым.
Короче, мен ондай мультик тауып алдым. Аты «Аспаннан ашылған күн» деген. Енді біз бастаймыз көріп. Қараңдар. Аяқ-киімді қалай шешпексің, ақымақ? Өкінішке орай, адамдар маған сенбейді. Бірақ мен алға бетімнен қайтпадым. Артымда мен мына нәрсені сізді әкімдерді қайлататын машина тапқырлады. Міне бұны, Филипп Локот атты гараждан шықты ерекше сыйымдылық деген қоза. Қысқартылып Филипп машинасы деп аталады. Мен өзім тапқырлаған темекі жаңбыра, ол дүниені көрсем деген кәсіпке қабылдатып сенбейді. Жарайды! Бірақ бұл темекі жаңбыра ойламаған жерден бір-ақ қайдан құланды. Ол адамдарға зиян келтіретін қатерлі темекілерді жасай бастаған кезде мен реалдыққа бет бұрдым. Өзім тапқырлаған жасайтын машинаны өз қолыммен құтылуға тура келді. Өзімнің ең ұлы тапқырлығымды ойлатау арқылы мен бір қымбатты дос таптым. Сенің қымбаттан шынсың одың. Бірақ не шәке? Қайталанбау керек. Дұрыс. Мәңгі қайталанбайды. Тәжірибе қинаның атын не деп қойсақ болар екен? Спарклот болса, қалай? Спарклуда. Спаркыз, лудыға бандықор ошы керек болар. Сендердің баршылықтарың болуға болады. Сенің әкең болады. Мен де көп көмек жасаямын. Сен қайдан ұмытайын? Тәжірибе қинаның серігі. Үсте одан қайдан келген күрең түсті қалам? Қайындар достар. Бол бір шекен қой. Атамекенді құтқаруға кеттім, шешең айт. Ал мен өдемде тұрамын. Түні бойы ұйықтамаймын. Деген мінекей мен мультик көріп жаттым. Солай. Сондай, қазір сырный соусты ашамыз. То есть такой как красивый. И датчики такой. Короче, өзімде махлеті. Достар, мен қазірге бір нәрсе айта кетейін. Жарайды, айтып бастай берейін. Мен, короче, осы YouTube арнамды жаңадан бастадым. Осы менің 8-ші видеом.
мен сіздерден бір нәрсе сұрайын деп едім. Оны біліп тұрған шығарсыздар. Мен, короче, өзім көптеген YouTube аккаунттарым болды, көптеген TikTok аккаунттар, көптеген Instagram аккаунттар болды. Бірақ оның ешқайсысы менде мүлдем танымал болған емес. Мен ол кездерде себебі өзімдай бір активный, неактивный болып жүретінмін, короче. Кейде видео салам, кейде салмаймын, кейде сурет, кейде салмаймын, мүлдем сондай бір тұрақсыздық болған менде. Яғни TikTok аккаунтты айта кетсек, менде TikTok аккаунттар өте көп, оннан көп TikTok аккаунт болған шығар, бірақ оның ешқайсысында мен өзімді дамытып көрмеппін. Бір-екі аккаунты бар өзімді дамытқан, бірақ олардың өзінде подписчигім 1000-ға жетпейді. Енді мен осы күндерден бастап жаңадан YouTube арна аштым. Жаңадан TikTok аккаунт аштым және жаңадан Instagram аккаунт аштым. И мен солардың барлығын, яғни үшеуінде күшті, керемет дамытуға өзіме сөз бердім. Яғни мен қазіргі уақытта YouTube аккаунтымды дамытып жатырмын. Қазір менде мен 1000 подписчикке жетпедім, бірақ менде 6 подписчик бар шығар. Мен сіздерден сұрарым, маған тіркеліп кетіңіздер, маған лайк басыңыздар, және де менің басқа да әлеуметтік желілеріме тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер менің видеоларым сізге ұнап жатса, онда пікір қалдырып, тағы қандай видео салатынымды соны жазып кетсеңіздер болады. Сіздерге тағы да бір айта кететін жайт, мен көбінесе Әлия-Мерей және де бізде бәрі бар аккаунттарын өте обожаю. Қатты 2 аккаунтты қатты жақсы көрем. Олар кішкентайымнан бері түсіріп келе жатыр, мен ұмытпасам. Әлия-Мерей 2 қыз, олар қазіргі таңда өте активный, өте YouTube'дан күшті ақша табады. Солай, короче, табыс табады, бір сөзбен айтқанда, бізде бәрібір тоже. Екеуі секілді, сол 2 қыз секілді мен өзімді дамытқым келеді. YouTube'дан дамытып, өзімді табыс жолына шығарғым келеді. Сіздерге осылай жеткізіп отырмын. Короче, сіздерге менің видеоларым ұнап, видеоларымды күшті качестволы, сондай болып жатса, онда маған лайк басып кетіңіздер, және де тіркеліп, лайк басып. Короче, мен басқа да әлеуметтік желілеріме, Instagramға, TikTokқа тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осы менің айтайын дегенім. Ал енді біз видеомызды ары қаратай жалғастырамыз. Менде осы жеріне келіп қалды мультфильмім. Міне мен осындай мультфильм көріп отырмын Telegram аккаунттан. Бұл аяқталайын деп қалды. Короче, аяқталды деп айта салайын. Короче, бағана айтып кеткендей, мен кино көріп болғаннан кейін сабақ дайындаймын дедім. Неге мен кітаптарым қазақ тілі, физика, алгебра, ағылшын и орыс тілі және күнделік. Все, менде уақыт көп, және сабақ дайындаумен қатар мен басқа да істермен айналысатын шығармын. Слай, короче, менге келдім. И, короче, сабақ дайындаймыз. Қанымдашы мен челкам осындай болып тұр. Ну, прикольно. Қазір короче, болдым. Енді дайындап береміз сабағымызды. Ең бірінші орыс тілден бастайық. Бізге
Бұл да еш нәрсе білмейді. Орыс тілін и болды. Еш нәрсе білмеген. Енді қазақ тілін. Қазақ келген бізге 6-шы және 7-ші тапсырманы берген. Короче, достар, мен қатты ұйқым келіп тұр. Тек көп уақыт ұйықтаған жоқпын, өздерінде білесіздер. Көзім қатты ауырып тұр. Енді амалжық шыдаймын. Короче, қазақ тілінің тапсырмасын орындап тастадым. Енді менде физика. Біз алдыңғы тақырыпта физиканы өткен жоқпыз. Физиканы өттік, бірақ та біз одан бұжы жаздық, сол себепті өтпедік деп есептеп береміз, еш нәрсе бермедім. Енді алгебра. Алгебрадан бізге 3 есеп берген бақандай. Енді жама бұкет. Короче, мен 34-тің бірі, 34-тің екісі, 34-тің үші. 3 есеп шығардым. И болды. Неге жарыпсам мен. Ол бәрібір көрінбейді. Енді бізге, короче, солай. Just stand. Ал қалғандарын қазір переводчикпен көреміз. Аудардым, енді мен 5-ші тапсырманы орындаймын. Қазір 5-ші тапсырмада сұрақтар берілген. Болды, мен сұрақтарға жауап бердім, и солардың барлығын дәптерге жазып шығайын. И тапсырмасына берілген тапсырма homework. Мен қатты ұйқым келіп тұр. Бірақ ұйықтамауым керек. Болдым, короче, сабағымды дайындадым. Барлығын сабағымды енді бастан. Енді мен күнделігімді толтырам. Күнделігімді көп күнделік толтырам. Өте достар тағылеген. Ұйқым келіп тұр. Менге күнделігімнің екі аптасын толтырып тастадым. И қазір күнесі жасайым. Короче, қойымыз өзіміз. Болды, короче, достар. Осымен күнделігімді де толтырып тастадым. И осындай стикерлер бар. Әртүрлі стикерлер. Бірақ мен бұны не істеймін. Қазір не істесем болады. Уже сағат 3-тен 42 кетті. Таң атуына әлі ерте. Короче, қараңыздар достар, мен әлі ұйықтамадым. Ал сағат болса, сағат деген, как көрсетем.
Ой, бұл. Короче, сағат 4-тен 2 кеттім. Короче, почти 2 болды сағат. Мен әлі ұйықтамын. 4 болдым, 4-тен 2 кеттім. Мен не істесем болады? Сабамды іліп тістедім. Кино көріп тістедім. Басқа не істеймін? Давайте таңға не түсіреміз? Тикток түсірейін. Или не істеймін басқа? Жоқ, тикток түсіргім келмейді. Мен ұйқым келіп тұр. Жарайды, еш нәрсе жемеймін. Просто ұйқым келіп тұр. И все. Бірақ мен ұйықтамаймын. Сіздерге уәде бердім, және мен уәдемде тұрамын. Короче, достар, қайтадан барлықтарыңызға сәлем. Ой, сәлем деппін ғой. То есть сәлем емес. Просто тағы да жұмыс. Короче, достар, уақыт өтпей жатыр. Әлі де 4 сағат. 4:26 болды. Мен бағана видео бастағанда айтқанмын ғой. Сағат 5-ге или 6-ға дейін жүрем деп. Жоқ, мен жүре алмаймын. Рендар. Жоқ, мен жүргенде де не істеймін? Просто жалығып кеттім. Бір нәрселер істейін десем. Мен қазір видеоны ровно 5-те аяқтаймын. Все, ровно 5-те видеоны аяқтаймын. Қазір сағат 4:30 болды. Все. Азғантай ғана уақыт қалды. Шыдайым. Короче, суши. Просто суши. И мындай бір не бар стикерна. Сейчас қойымыз. И давайте такой жасаймыз на оформление. Петельдіреміз, бастеміз, бетеміз, короче. Қараңдар көзімді. Ауырып кетті. Прям қатты ұйықтап тұр. Сендерге бір қазір секрет айтайын. Жоқ, не секрет емес менің. Жаңа менің секретім болып табады. Бәрі білмейді табады. Жарайды айта берейін. Осы лампа, мынау лампа, бұл деген осыншалықты үлкен жерге, залға, короче, жарық беріп тұр. И мен осы лампаны өзім видео үшін сатып алған болатынмын. Бұл лампа, анау канцелярный лампаға қарағанда жақсырақ жарық береді, короче, жарық болып тұрады осы лампа. Канцелярия лампаға қарағанда. И осы мен витріп қоясың, и потом видеоны түсіресің, сол кезде нормальный болып тұрады. Жарық әрі качествосы тоже күшті болып тұрады. Сол себепті осыны сатып алған болатынмын. И осындай шнур бар, и мен оны мынау жерге тығып қойғам, короче. Солай жағдай. Осы лампа менің барымда, нарымда бұл бұзылса менің өмірім күрт өзгереді. Әсіресе ютубқа видео салмауым әбден мүмкін. Ой, бау.
Короче, мен аналарға осындай обзор жасап кеттім, болды. И менің күнделігіме обзор жасай салайын. Бұл менің күнделігім. Мен 7-ші Б сыныбында оқимын, және де осыны оқып. Короче, осыны оқып кетіңдер, мен осы мектепте оқимын. Да, мен мынау мектепте оқимын, короче. Осыны оқып алыңдар, шамалған бекетіндегі мынау. Өздерін оқып алыңдар, қойдым. Все. Короче, мынау менің күнделігім, 7-ші Б сыныбы, арайлым атымды толығымен жазып тұр. Мен өзім жазмыш. Мен просто неинтересно. Жерде менің барлық жазып. Все. Мынау, короче, сабақтардан берген апайлар аттары. Мындай күнделігімнің іші. Қараңдаршы, мен басым жазамайды еще. Мынаны мен текстный видеомен белгілеп қойғам. И сложно істеген ғой, короче. Осында мен бағаларым. Осыған дейін менде 165 бар. Сондай ма, білмей ұмытқан, короче. Все. Негізі қатты қызық емес. Болды осындай. Ұнамайды онша. Короче, достар, мен сендерге сағат айта кетейін. Сағат бізде 4:37 кетті. Мен уже 23 минуттан кейін ұйықтаймын. Яғни мен сіздермен қоштасамын. 23 минуттан кейін біз бір-бірімізбен қоштасамыз. Менің айтқан уәдем бойынша. Мен шыдамай кеттім, ұйқым келіп тұр. Ура! Наконец-то, достар, мен арманыма жеттім. Қандай арман деп ойлайсыңдар? Мен бағанадан бері айтып отқан уәдем. Сағат 5 болды ғой. 5 болды сағат. Қуанышымда шек жоқ, менің қатты ұйқым келіп тұр. Сол себепті мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше деймін. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Және менің тиктогыма, инстаграмма және осы арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және барлықтарына лайк басып шығыңыздар. Ал ендеше барлықтарыңызға мен сіздерді қатты жақсы көремін. Ал ендеше барлықтарыңызға сау болыңыздар.